Қолдан ашытқыны жасау үшін алманың немесе жүзімнің ашыған суы қажет. Мен алма қолданамын. Ол үшін алманың қабығы мен башақтарын ыдысқа салып, үстіне су құйып қоямыз. Қараңғы жерде немесе көп ашпайтын шкафта 3 күн сақтаймыз. 3 күн ішінде күшті көпіршіктер пайда болған. Алма суын таза банкаға сүзіп аламыз. Осы алма суын 3 күн сақтаймыз. Басқа банкаға 2 ас қасық ұн мен 2 ас қасық алма суын жақсылап тұрып араластырамыз. Қоймалжың масса шығады. Бүгін 1-ші күн деп есептейміз. 2-ші күні түртпейміз. Енді 2 банканы қараңғы жерге салып қоямыз. Бүгін 3-ші күн. Массада көпіршіктер пайда бола бастаған. Ашқылты мейісі шығады. Үстіне 1 ас қасық ұн мен 1 ас қасық алма суын құйып біркелкі болғанша араластырамыз. Екі банканы қайтадан қараңғы жерге қоямыз. 4-ші күн. Массамыздың күннен күнге көпіршігі көбейіп, иісі ашытқы иісіне ұқсап келе жатыр. Бүгінде үстіне 1 ас қасық ұн мен 1 ас қасық алма суын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Банкаларды қараңғы жерде сақтаймыз. 5-ші күні массаны тыныш күйінде қалдырамыз. Бүгін 6-ші күн. Массамыздың көлемі көтерілген. Таза ыдысқа 30 грамм фильтр суына 20 грамм ашыған массаны салып, үстіне електен өткен 20 грамм ұн қосып жақсылап араластырамыз. Қазір уақыт 11:00. Массаның көтерілуін күтеміз. Банканы үстел үстінде қалдырсаңыз болады. Кешкі сағат 6 болды. Массаның толық көтеріліп қайта ашыққанын күттік. Сыртынан қарағанда көлемі көтеріліп қайта түскені. Осы массадан 10 граммын таза ыдысқа салып, үстіне 20 грамм фильтр су мен 20 грамм ұн қосып араластырамыз. Таза банкаға салып толық ашып көтерілгенін күтеміз. Осы банканы енді тоңазытқышта сақтаймыз. Ашытқымыз дайын. Осы көлемнен тек 1 нан пісіруге болады. Нан илеп пісіру әдісін келесі видеомен көрсетемін.